Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз сөйлем мүшелері туралы білімімізді толықтырамыз. Оқу мақсаты сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерінің бірі анықтауыштың сөйлем жасаудағы өзіндік орнын, қызметін түсініп қолдану. Бағалау критерийі сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерінің түрлерін және оның ішінде анықтауыш туралы біледі. Анықтауышты жасалу жолдарына қарай ажырата алады. Алған білімін айтылмақ ойда сауатты қолданады. Тұрлаусыз мүшелер тұрлаулы мүшелердің айналасына топтасып, айтылатын пікірді анық, дәл, толық жеткізу үшін сөйлемді семантикалық жағынан кеңейтіп тұрады. Атрибуттық қатынастағы сөздер анықтауыш қызметін, нысандық қатынастағы сөздер толықтауыш қызметін, кеңістік, уақыт, себеп, мақсат қатынасындағы сөздер пысықтауыш қызметін атқарады. Анықтауыш зат есімнен болған мүшенің сын сипатын анықтап тұрады. Анықтауыш қандай қай, ненің кімнің, қанша неше, нешінші, қашанғы, қайдағы деген сұрақтарға жауап береді. Анықтауыш сөздер анықтайтын сөзімен қабыса да, матаса да байланысады. Мысалы, аяулы ана орын тәртібі арқылы байланысқан, қабысу, досымның сыйлығы жалғау арқылы, ілік септігі жалғау арқылы байланысқан, матасу. Анықтауыш зат есімнен болған мүшенің сын сипатын анықтап тұрады. Құрамына қарай үшке бөлінеді. Дара анықтауыш, күрделі анықтауыш, үйірлі анықтауыш. Дара анықтауышқа мысал, ұлыған қасқырды көріп, зәре құтымыз қалмады. Қандай қасқырды көріп? Ұлыған қасқырды көріп. Ұлыған етістіктен болған бір ғана мағынаны білдіретін, бір сөзден тұратын дара анықтауыш. Қара торы жігіт мән жайды сұрады. Қандай жігіт мән жайды сұрады? Қара торы жігіт. Қара торы күрделі сын есімнен болған күрделі анықтауыш. Үйірлі анықтауыш. Ақылы бар жігіт озады. Қандай жігіт озады? Ақылы бар жігіт озады. Ақылы бар деген сөз іштей бастауыш баяндауышқа бөліне алатын тіркескен сөз. Үйірлі мүше туралы мен сіздерге алдыңғы сабақта түсіндіремін. Анықтауыштың жасалу жолдары. Анықтауыш сын есімнен жасалады. Атам боз атқа қарғып мінді. Қандай атқа қарғып мінді? Боз атқа қарғып мінді. Боз деген сөз сын есімнен болып тұрған анықтауыш. Тас ошақтағы қазанды түсірді. Қай ошақтағы қазанды түсірді? Тас ошақтағы. Тас деген зат есім, қай, қандай деген сұраққа жауап беріп, анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Сан есімнен болатын анықтауыш. Екі бала өрге қарай жүгіре жөнелді. Қанша бала? Екі бала. Өмірде осы тәрізді әділетсіздіктер толып жатыр. Есімдіктен болатын анықтауыш. Өмірде осы тәрізді әділетсіздіктер толып жатыр. Қандай әділетсіздіктер толып жатыр? Осы тәрізді қандай деген сұраққа жауап беріп, күрделі анықтауыш болып тұр. Бақан сүйреткен бала бізге енді назарын аударды. Қай бала бізге назарын аударды? Бақан сүйреткен. Есімше тұлғалы етістік бақан сөзіменен тіркесіп келіп, үйірлі анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Еліктеуіш сөз. Даладан тарс-тұрс дыбыстар естілді. Қандай дыбыстар естілді? Тарс-тұрс. Еліктеуіш сөзінен болған анықтауыш. 10 саусағынан өнері тамған апам тұрмысқа шықты. Қандай апам тұрмысқа шықты? 10 саусағынан өнері тамған. 10 саусағынан өнері тамған деген сөз өте өнерлі деген мағынаны білдіреді.
тұрақты тіркес қандай деген сұраққа жауап беріп, анықтауыштың қызметін атқарып тұр. Берілген сөйлемнен анықтауыштарды тауып көрейік. Сәкен Сейфуллиннің шығармасынан берілген сөйлем: екі қыздың еңіреген үні алқаптың үстіндегі кештің әуесін қозғап ызыңдатты. Екі қыздың, қанша қыздың? Екі қыздың орын тәртібі арқылы байланысқан, қабысу, сан есімнен болған дара анықтауыш. Қыздың үні, кімнің үні? Қыздың үні. Қыз және үні сөзі дың ілік септігі жалғауы арқылы байланысқан. Матасу зат есімнен жасалған дара анықтауыш. Еңіреген үні, қандай үні? Еңіреген үні орын тәртібі арқылы байланысқан, қабысу есімше тұлғалы дара анықтауыш. Алқаптың үстіндегі кештің, қай кештің? Алқаптың үстіндегі. Орын тәртібі арқылы байланысқан, қабысу зат есіммен үсті деген көмекші есім сөзден болған күрделі анықтауыш. Кештің әуесін, ненің әуесін? Кештің әуесін жалғау арқылы байланысқан, матасу зат есімнен жасалған дара анықтауыш. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Берілген сөйлемнен анықтауыштарды тауып, құрылысына қарай талдаңыздар. Сөйлемдер Дилдар Мамырбаеваның «Ызғар мен шуақ» әңгімесінен алынған. Өзінің өсіп келе жатқан екі кішкентай қызына қарады. Жолшыбай қол көтеріп, автобусқа отырған қарт ана мұның жанындағы бос орынға жайғасты. Көңіл қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.